Армысыздар, құрметті Роза Жаһан қазағымын жобасының көрермендері. Бүгін кезекті қонағымыз Алматы әсем қаламыздан, атамекеннен Райса Сайранқызы. Step and World Publishing компаниясының негізін қалаушы, директоры. Бүгінде көптеген әлемдік деңгейдегі кітаптарды қазақ тілінде оқырмандарға жеткізіп жүрген қандасымыз бүгін өзінің қазақ тілді оқырмандардың жай-күйі, жалпы осы кітап саласындағы өзінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Бізбен бірге болыңыздар, эфирге қонағымызды шақырайық. Біздің Роза Жаһан қазағымын жобасы YouTube каналымыздан көре аласыздар. Және Instagram, Facebook парақшасынан да өздеріңіз көре алатын боласыздар. Қош келдіңіз біздің Роза Жаһан қазағымын жобасына. Қош болдық. Өздеріңіз қалайсыздар? Амансыздар ма? Рахмет, жақсы бәрі. Райса ханым, жалпы енді өзіңіздің кітап саласында осы қазақ тілінде оқырмандарға өзіңіздің біліміңізді, жалпы күш-жігеріңізді салып жүрген бір қандасымыз ретінде біз қуаныштамыз өзіміздің жобамызда көргенімізге. Қысқаша жалпы енді бәрі осы оқырмандарымыздың бәрі, бізді көріп отырған көрермендеріміздің бәрі сізді тани бермеуі мүмкін. Сондықтан өзіңіз жайында қысқаша айтып өтсеңіз, қандай мамандықта білім алдыңыз, осы салаға баспа саласында қалай келдіңіз, сол жайында? Мен есімім Райса Сайранқадыр. Өзім Моңғолияда туып, өскен жерлерім болғанда, енді дәл Моңғолияда өстім деп айта алмаймын. Шетелде көп балалық шағым шетелде өтті, Таяу Шығыста, Мысыр елінде. Сосын студент болдым деген сияқты. Көп уақытым шетелде өткіздім, көп уақытымды. Мысырда бакалавр білімді алдым. Тәмамдадым, сонда сосын Англияда оқыдым магистрантурамда, кейін тағы қосымша қарыша ғана магистрантураны Нидерланды, Голландия елінен қорғап тәмамдадым. Сосын сол жеке кәсіби салада көп жұмыс жасадым, консалтинг жасадым деген сияқты. Сосын бір күні осылай кенеттен бір шабыт келді ма, негіз, бірақ ішімде көп жүргенде сондай кітапты өзім қатты жақсы көремін. Өте көп уақытым, бос уақытым шықса кітапханаға барамын, кітап дүкеніне кіремін да, соны шықпай ләззат алып, кәдімгідей кайф алып отырамын да, тұрамын сол. Кейінде балаларымда сөйтіп ертіп жүрдім. Әрбір жаққа шықсам, мысалы, Европада жүрсем де, Азияға жүрсем де, қайда барсам да кітап дүкеніне кіріп, сол кітап аламын. Сосын бір күні біз күйеуім екеуміз Алматыға қыдырып бардық, Қазақстанға, Алматыға, Астанаға, сол туысқандарды көрейік деп, Қазақстанмен танысайық деп. Сосын бардым, әрине, мен өзім орыс тілді болғандықтан, мен үшін көп проблема болған жоқ, бірақ кітап дүкеніне кірген кезде кітап алайын деп, әсіресе өзі бұрынғы әдетіме салып, кітап дүкенге барып алайын деп едім, қазақша кітап жоқ болды. Іздегенім қазақ кітап болды, қазақ тілінде. Өйткені, мысалы, Германияға барсаңыз, неміс тілінде әлемдік бестселлерді бәрі тұр, неміс авторлары, американдық авторлары, француз авторлары. Францияға барсаңыз, енді француз тілінде тұр, Жапонияға барсаңыз, жапон тілінде тұр, Кореяға барсаңыз, корей тілінде. Кішкентай Моңғолияның өзінде барлық кітаптар моңғол тілінде тұр. Ешкім соны ойланды, орыс тілінде мүмкін тек Ресейде ғана оқитын шығар десем, сөйтсем, Қазақстанда да түгел орысша оқиды екен, әлі қазақ тілінде кітап жоқ екен. Сол өте мынандай мені бір шоковое состояние дейді ғой, шокқа кіргізіп, қалайша мынандай тәуелсіз елде мынандай қазақ тілінде кітап жоқ болады деп мен өз-өзіме сене алмадым да, бұл қалай деп. Түсініксіз болды, еш түсініксіз. Сосын сөйтіп жүріп 2017 жылы сонда идея келіп, жарайды ол енді біреуден көріп, мемлекеттен көріп, анау неге жасамайды, мынау неге жасамайды деген орнына
мен неге өзім жасамасқа деп тәуекел етіп, сосын осындай бір Step and World деген баспа ашып, ақырындап аз кітаптардан бастап, енді соңында осы 2020 жылы өздеріңіз көріп отырсыздар, біршама кітаптарымызды осы Құдайдың қолдауымен сол шығарып жердік. Керемет. Бізде енді шетелде біраз жүргендіктен қазақ тілінде ана тіліміздің жаңағы несі шеңбері тарылып жатады, әр жерде сөйлене бермейді. Үйде ғана өзіміз арамыздан сөйлесеміз. Сондықтан елге барғанда біздің де жаңағы ана тілімізде бір кітаптар алып, өзіміздің жаңағы рухымызды кішкене оятып, ары қарай нету үшін, тілімізді дамыту үшін, күнделікті қолданбағандықтан осының тілдің аясын кеңіту үшін, балаларымызға жеткізу үшін бізде кітап іздейтін едік. Осыдан 10 жылдан асқан уақыттарда, және 7-8 жылдың көлемінде енді қазақ тілінде кітап дүкендерден бізде таба алмайтын едік. Тапқан кітабымызды енді қуана алып, келіп алып оқыған кезде мәтіндерінен сондай бір түсінбеушілік, оның ішіндегі жаңағы балаларға жаңағы психологиясына әсер ететін нәрселер, соның бәрін көрген кезде бізде андай қиналатын едік осы қазақ тіліндегі кітап жайында. Енді сондықтан қазақ тіліндегі кітап, мен ойлаймын, тек қана ата мекендегі қазақтар үшін емес, шетелдегі қазақтар үшін де маңызды. Қазақ тілінде, ана тілімізде шыққан кітаптар. Енді сол үшін бұл үлкен қуаныш, біз үшін де үлкен бастама. Әрине, жаңағы осы қазақ тіліндегі оқырмандардың саны артып, осы арқылы жаңағы оқырмандардың мүмкіндіктері дами береді деген үміттемін. Осы уақытқа дейін қанша кітаптар аудардыңыздар, қандай кітаптар бүгінге дейін? Біз сол 2018 жыл алғашқы кітабымыз шықты. Алғашқы кітабымыз Ақын қоян деген кітап болды. Джулия Дональдсонның балаларға арналған сондай өлеңдеткен, сондай раймен дейді ғой, сондай кітап. Оны өзіміздің Қазақстанда танымал ғалым Боқаш ағамыз алған. Даусыңыз біраз келмей жатыр, неге? Естілді ма? Естілді ма? Даусыңыз жақсы келмей жатыр. Мен сізді естіп тұрмын. Менен ба, сізден ба? Енді естілді ма? Мүмкін мен өшіріп салам. Келді ма даусың? Менің даусым келіп тұр ма? Сіздің даусыңыз естіліп тұр, иә. Жарайды онда. Енді келді, иә. Жақсы. Сосын ұмыт қалдым, не айтып тұрғанымды. Иә, сол Ақын қоян, сол алғашқы кітабымыз болды. Ғалым Боқаш ағаның аударған мәтіннің керектеніп, соны қолданып, соны кітап болдырып шығардық. Ол кісінің өздеріңіз журналистика саласында жүрген әрбір адам жақсы біледі. Ғалым Боқаш ағаны сол кісінің қолдау өте көп болды. Сол әсіресе сол сапалы аударма, сапалы мәтін жағынан. Екінші кітабымыз біздің әлемге танымалы Анна Франктың күнделігі деген кітап болды. Ол енді әлемдегі оқуға тиісті 10 кітаптың бірі деп айтады, әсіресе жасөспірімдерге. Сол кітап неге қазақша жоқ деп мен тағы таң қалдым. Қалайша ЮНЕСКО-ның ең керемет кітаптарының бірі деп бекітілген, барлық әлемнің сол 10 жылдық, школьная программа дегенге программа енгізілген. Сондай кітап, оны неге біздің қазақ балалар оқымайды деп. Қазақ тілінде, әсіресе ана тілінде, мүмкін орысша оқитын шығар, бірақ дегенмен қазақ мектептерінде балалар қазақ тілінде оқу керек қой. Әрине. Соны аударып шығардық. Сол Базельдегі өз Анна Франкның фонды бар. Солардан рұқсатын алып,
Келесі кітабымыз Қомағай жұлдыз деген кітап болды. Эрик Карлдың The Very Hungry Caterpillar деген, оны әлемдегі барлық балалар біледі. Америкаға барсаңыз, Европаға барсаңыз, оны білмейтін бала жоқ. Өз балаларым да жақсы көреді да сол кітапты. Сосын әрине балаларым жақсы көрген кітаптарды бірінші аударамын. Одан кейінгі кітабымыз Груфало болды. Груфало әсіресе неміс әлемінде, сосын Ұлыбританияда өте танымал болған сондай тағы балаларға арналған Груфало құбыжық туралы сондай бір әдемі өлеңдеткен кітап. Ертегі сияқты, иллюстрациясы бар, керемет Аксель Шефлердің өлеңдерін жазған сол Джулия Дональдсон. Соны да аударып берген ғалым Боқаш ағамыз болды. Анна Франктың күнделігін болғанда өздеріңіз желіде жақсы танисыздар. Шынар Әбілді ханым аударып берген бізге орыс тілінен, тағы аудармасы тамаша шыққан. Одан кейін кітаптарымыз өздеріңіз біліп жүрсіздер, 2020 жыл шыға бастады. Олар болғанда сол Харри Поттердің алғашқы 3 сериясы, Чарли шоколадная фабрика дейді, Чарли және шоколад фабрикасы. Одан кейін жаңа міне тамаша спорт деген кітабымыз шықты кеше ғана. Содан тағы басқа кітаптарымыз, Мама деген кітабымыз шықты, француз тілінен аударылған, керемет аналарға арналған кітап. Сондай өзі мамаларға арналған, өздері бір сыйлық қалатын сондай бір жақсы кітапта, өз сол эмоциясымен толық мынандай сезінетін, сондай аналық сезімнің бәрін толық сезу үшін жазылған өлеңдер бар. Қазақша өте жақсы түскен, сәтті түсті. Өзім де бір оқып алып жылап алғанмын оны. Сондай біраз кітаптарымыз шықты, Құдайға шүкір. Шамамен бір 12-13 сияқты ғой, мен есебінен айырылып қалып тұрмын. Көп емес, бірақ та енді болады, негізі кішкентай баспа үшін болады. Яғни көп емес, сапа маңызды. Міндетті түрде, өйткені қараңызшы, жаңағына бүгін кеше ғана шыққан спортты шығару үшін бізге мен кеммен сол 4-5 ай жүрдік. Оны қайта тексереміз, сол жерден бір жерден қате шығып кетті деген сияқты. Сіздің сол аударып жатқан кітаптарыңыздың ішінде кітаптарды біздің балалар да оқиды. Өкінішке орай қазақ тілінде әлі бізге қолымызға жете қойған жоқ. Үміттенем жетеді деп, басқа тілдерде оқыды, поляк тілінде, ағылшын тілінде, жалпы мектеп программасында бар бізде 2 апта сайын сол кітап оқу. Жаңағы бір кітапты 2 аптаның көлемінде оқу мектеп программасында бар. Және кітапханалардан өздеріміз барып қалаған кітаптарымызды алып оқуға мүмкіндіктер бар. Сондықтан сіздерде осы сату саласы қандай болып жатыр? Оқырмандарға жету мүмкіндіктері қандай болып жатыр? Біз енді дәл қазіргі уақытта өзіміз баспадан жеке сатамыз, ол бірінші. WhatsApp арқылы тапсырыс беріп алуыңызға болады, жеткізіп береді, не қазпошта арқылы жібереді, ол бірінші. Екінші, әрине үлкен сетевой дүкендер бар. Олар, мысалы, Меломан, Марвин деген сияқты, сол дүкендерден алуға болады. Олар енді барлық Қазақстанның ірі қалаларының бәрінде бар. Сосын әрине өзімізбен бірге жұмыстайтын кітап дүкендер бар. Книжный город деген сияқты, кітап ал дегендей, қазына деген керемет тек қазақ тілінде кітап сататын дүкен бар. Олардың мысалы филиалдары Нұр-Сұлтан қаласында және Шымкент қаласында бар. Тағы басқа, мысалы, басқа қалаларда, мысалы, Қызылорда болсын, Ақтөбе, Ақтау болсын, өздерінің кітап дүкендерінің бәрінде біздің кітаптарымыз бар. Егер, мысалы, кішкентай жоқ бір ауылдан тапсырыс беремін десе, онда, мысалы, WhatsApp-қа жазасыздар да бізге. Сосын поштамен салып жібереміз. Ал пошта болған кезде Қазпошта Қазақстанның қай бұрышына болсын, ол жеткізіп береді. Ең әдемісі. Европа, Америка, Европаға да кетеді қандастарға қалай? Өткенде біздің, мысалы, Харри Поттерді коллекционерлер көп алды әлемде. Мысалы, бір кітабымыз Бразилияға жетті деген сияқты Қазпошта арқылы.
Өткенде Польшаға да жетті, бір коллекционеріміз Польшадан кітапты алды, жеткіздіртіп алды Қазпошта арқылы. Германияға жеткіземіз, Кореяға жетіп тұр деген сияқты. Шетелден адамдар сол өздері егер аламыз десе біздің баспаға хабарласып, не болмаса сол Меломан сайтынан, не Flip.kz деген онлайн дүкен бар, кітап сататын. Тағы басқа заттарды қосып сатады олар. Дегенмен көбінде кітап бар, ішінде солардан мысалы онлайн тапсырыс беріп алуға болады. Жақсы. Мемлекет тарапынан мысалы біздің Польшада кітапханаларда оқырмандарға сондай мүмкіндік жасалғанда жаңа шыққан кітаптарды сол кітапханаға мемлекет тарапынан ақша бөлінеді. Сол ақшаға белгілі бөлінген ақшадан жаңағы осы баспаларға жаңағы арзан әртүрлі жаңағы келісімге байланысты кітаптар алу. Мемлекет сол арқылы оқырмандарға тегін қызмет ету мүмкіндіктері бар. Одан кейін мысалы кітапханалар, ауыл үй арасындағы кітапханалар, мысалы тұрғын үйлердің арасында кітапханалар бар, кішігірім кітапханалар. Орталықта мысалы үлкен жаңағы ұлттық кітапхана, мемлекеттік деңгейде кітапханалар бар, университеттер бар, мектептердің кітапханалары бар. Осыған мемлекет тарапынан белгілі деңгейде қаржы бөлінеді да, осы қаржы арқылы жаңағы оқырмандарға енді барлығына болмаса да жаңағы уақыттың несіне байланысты әркімде әртүрлі жағдай болғандықтан бұлай қаржы жағынан да мүмкіндігі болмауы мүмкін. Сондай жаңағы оқырмандарға кітапханадан алып белгілі уақытпен алып оқып қайтаруға мүмкіндіктер жасалынған. Сіздерге осындай келісім шарттар, мемлекеттен осындай қолдаулар қалай болып жатыр? Біз әзірге мемлекеттен ешбір қолдау сұраған жоқпыз. Дәл қазіргі уақытта ондай жалпы жүйе, сондай бір жүйе бар ма дегенім ғой. Өйткені жүйелері бар. Олар сол өздері, сол мемлекеттен бюджет бөлінген кезде сол жағынан өздері тапсырыс беріп алады. Біздің жаңадан жұмысымыз бастаған баспа болғандықтан сол бағытта әлі 100% меңгерген жоқпыз. Мүмкін сондай мүмкіндіктер шығып жатса керемет болар еді әрине. Өйткені бәр адамның қаржы жағынан да мүмкіндіктер болмауы мүмкін, ол кісілерге де оқуға жаңағы мүмкіндік жасалу керек қой. Сіздерден басқа да баспалар болғанмен осы кітаптарды дәл сіздердің кітаптарыңызды аудармаған болуы мүмкін ғой. Сондықтан бұл да бір үлкен мүмкіндік яғни. Иә, әсіресе қаржы мәселе болмау керек та оқуым деген адамға яғни. Ол үшін жаңа мемлекет белгілі деңгейде яғни қолдау көрсетілу керек сияқты менше. Ол солай, әсіресе алыс жерлерде, аймақтарда орналасқан сол ауылдарда кітаптар жетіспейді. Міне. Соларға біріншіде жету керек. Ондай шарадар болатын шығар деп үміттеніп отырмын. Ол енді білім министерства мен мәдениет министерстводан сондай бір жүйелер бар болуға тиіс деп ойлаймын. Кітапханалардың өздерінің бір жүйесі бар. Сондықтан олар енді өздерінің шамасынша сол кітаптарын тапсырып алады. Қазір ковидке байланысты енді ары бері өте көп мынандай адамдар кітапханаларға барып шыдамай жатыр, иә. Енді сол ковид қазір пандемия біткеннен кейін сол біраз белсендірек сол жұмыстаймыз деп ойлап отырмын. Енді ол жаңағы айтып отырғаным, оқырмандар ауылда тұруы мүмкін, басқа неде тұруы мүмкін, оларға да жету керек. Олардың да жаңағы әлемдік деңгейдегі шығармаларды оқу дегеніміз жаңағы ой санасының, баланың жаңағы жетілуіне үлкен мүмкіндік. Ал бұл жерде мектеп программасында бар да осындай кітап оқу. Сол
біздің мемлекетте ауыл болсын, қала болсын, барлық жерде бірдей мемлекеттік жаңағы мектеп программасында болатын кітаптардың санына кірген кітаптар сіздің жаңағы аударған кітаптарыңыздың кейбірі. Сондықтан бұны да жаңағы ескергені дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені басқа елдерде, мына Европа елдерінде бұл жүйеге қойылған мәселе да кітаптың жаңағы сатылымы болсын, жаңағы аударылуы болсын. Оны көрдіңіз ба, мысалы Европаның елінде болсын, мен енді Польшаны жақсы білмеймін, бірақ енді ана Европейский Союзға ұқсас шығар енді солардың нелеріне, жүйесіне. Мен Германияны білемін. Мысалы Германияда болған кезде өкімет, мемлекет кәдімгі баспаларға бәріне көп қолдау көрсетеді. Олар мысалы минимальный бағасын қояды, бекітіп қояды. Мысалы бір кітап шықты деген кезде, егер онымыз 8 евро болса, барлық дүкенде тек 8 евроға сатылуға тиісті деп бекітіп тастайды. Одан қымбат төмен сатуға болмайды, өйткені сол бағамен ана баспа үйін қорғап береді. Көрдіңіз ба? Екіншіде сол барлық кітапханаларға болсын, мектептің кітапханасына болсын, бәріне өздерінің бөлек мынандай комиссиялар болады. Олар әр баспамен тығыз жұмыс жасайды. Сөйтіп барып, қайсы кітап қандай мысалы жақсы болды, мысалы бәрін түгендеп, жүйелеп, соның бәрін тексеріп, кейбіреуіне мысалы ұйымдар барып премия береді, мысалы, сыйлық алады, мысалы, сондай лауреат, сондай керемет, менің сыйлықтың иесі деген сияқты, әртүрлі өздерінің сыйлықтар бар, соның мысалы керемет жақсы болған жаңа автордарды қолдап деген сияқты баспаларды қолдап, кітапханаларға бәріне сатып алады. Ол ондай кезде, мысалы, мемлекеттің ішіндегі, мысалы, білмеймін қай министерство болсын, солардың ішінде бір сондай кітап баспалармен бірге жұмыстайтын осындай бір ұйым болуға тиісті. Енді ондай ұйым Қазақстанда бар ма жоқ па, мен оны жақсы білмедім. Егер білетін адамдар бар болса, маған көмек етіңіздер. Әрине біздің кітаптарымыз шынымен де Құдайға шүкір тәуба жақсы аударылғандықтан балаларға, әсіресе қазақ оқырмандардың бәріне жетсе екен деген ойдамын. Бірақ біз жаңа баспа болғандықтан оның барлық жолын несін жақсы біле алмай жатырмыз. Өткенде бір жаңағы жаңағы мақала оқып отырсам, мына Америка, Европа елдерінің дамысына мына ғылыми жақтан қалай әсер еткен деп мына Қытайдағы ғалымдар зерттеу жүргізген кезде осы фантазиялық кітаптардың, фантазиялық және фильмдердің өте маңызы зор, балаларға оқытудағы маңызы зор екенін айтып кетті. Сонда жаңағы Харри Поттеріміз 2020-да әренге жетіп атса, бұл деген өте жаңағы біраз кеш қалған сияқты. Қазір Харри Поттер кітабын қалай оқу, осыны жаңағы оқырмандардың көзі қарасқанда, өткенде балам айтып жатырмын да, ағылшын тілінде бірнеше рет оқыды, фильмін көру арқылы оқыды ол. Содан кейін мен айттым да, осындай Харри Поттерді қазақшаға аударған кісімен бір сұхбатымыз болады десем, күшті ғой, ол қазақ тіліне аударылды ма деп қуанып отырды. Содан кейін айтады, басқа қай тілде аударылмады екен, сол тілде мен аударсам деп қояды. Енді бұйырса сол қырғыз тілінде аударуға болады, бірақ енді әлемнің көп тілінде аударып қойды ғой. Бізден бұрын едіш тілінде аударды, ол көне еврей тілінде, сосын бізбен тепе-тең уақытта белорус тіліне аударылды. Көрдіңіз, оларды да сол көптеген жыл 5-ге дейін кітаптар барлығы орысша болды. Енді ғана жаңадан мынандай ұлттық санасы оянып, жаңадан. Шынымен де өзіміздің тіліміз бар еді ғой. Осындай классика кітаптарын. Харри Поттер классика болып кетті ғой, негізі. Біздің әлемнің ертөстігі деп айтуға болады. Негізі, біз үшін, қазақтар үшін ертөстік өзіміздің классикамыз,
өзіміздің фольклорымыз енді Harry Potter болғанда әлемдің фольклоры болып кетті. Ол сол елдікі тек қана ол Британиянікі, ол Хогвартс деген тек қана Англияда тұратын қамал деп келмейді. Ол мысалы кәдімгі елестетсеңіз, қазақша оқыған кезде ол Қазақстанның бір бұрышында болып жатқан оқиға сияқты елестейді балалар үшін. Енді сол Қазақстанның бір бұрышында болып жатқан оқиға сияқты елестеу үшін де аударманың маңызы өте зор ғой. Аударманы қазақ жаңағы табиғатына келтіріп аудару үлкен бір мәселе сияқты. Аударма саладарыңыз қалай жүріп жатыр? Аударма былай болады да, мәтінді дайындау үшін бірінші әрине аудармашыларымыз мықты болу керек. Олардың біздің қоятын талабымыз болғанда ағылшын тілін, сол түпнұсқа тілі болады, неміс тілі болсын, ағылшын, француз тілі болсын, сол тілді 100% білу керек. Ал қазақ тілін 200% білу керек. Көрдіңіз бе? Білмесе, сол болмысын түсінбесе, қазақтың дәстүрі, тарихы, қазақты не қазақ болдырады дегендей, барлық сөз тіркесін, мақал мәтелін бәрін түгел білмесе, оны аудара алмайды біріншіде. Екіншіде, әрине, ол ең маңыздысы аударманың сыртында редактура деген бар. Редактура болған кезде редактор адам ол мәтіннің сол мынандай дәмін кіргізеді. Енді аудармашылар сол кәдімгі тамақты несін, ингредиенттерін бәрін дайындап, жөндеп, былай шынымен микрограммен жөндеп берсе, енді оны пысыратын адам ол редактор. Сондықтан біздің Поттер сериясының бас редакторы Назгүл Қожабек ханым, сол кісіге өте разымын. Өйткені ол кісі жұмысын жасаған кезде кәдімгі былай 200% емес, 300% көңіл береді. Өйткені бәріміз осы жобада жұмыс жасап жатқан бәріміз білеміз да, бұл кітапты тек қана галочка үшін жасамаймыз. Бұл кітапты оқыса ұрпақ оқиды. Қазақ оқып, өте жауапкершілік бұл. Бұл тек қана керемет екен атақ үшін, ойбай, Harry Potter'ды аударып қойды, не деген керемет деген. Әрине, бүгінмен шектелетін кітап, аударылған кітап деген бүгінмен шектелетін нәрсе емес, болашақ үшін де өте маңызды. Иә, сондықтан мысалы бұл кітапты 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін болсын бала бәрі оқуға тиісті. Сондықтан бір жасағаннан кейін өте сапалы жасауымыз керек деген сондай не дейміз, сондай мақсатпен жасап отырмыз да. Енді мына өзім балаларым мысалы Harry Potter'ды оқығаннан бұрын фильмдерін көріп ап, одан кейін барып ол теріс. Өйткені оның алғаш оқыған кезде оларға ауыр келді кітап. Кейін фильмін көргеннен кейін барып оқыды. Енді сондай осы қазақ тіліне аударылды ма, аударылатын, қазір енді мен әлі естімедім қазақ тілінде осы Harry Potter'де фильмдер аударылды деп. Фильмдер аударылды, маңызды екенін байқадым сол кезде. Болашақ несімен, ассоциацияның аударма жүйесімен фильмдері сол Warner Brothers'тан рұқсатын алып, фильмдерге аударма жасап қойды. Бірақ мен кеңес берсем, сол біз ол фильмнің аудармасына еш қатысымыз жоқ. Біз тек қана кітаптың ғана аудармасын жасаймыз. Ең беретін ақыл кеңесім сол біріншіде кітабын оқып алу керек. Мен жалпы сөйтем, балаларыма кітабын оқытайын, содан кейін фильмін көреміз. Олар содан кейін кітабын оқыды, бірақ та оқығанда андай түсінбеушілік көп болды да, қызығуы біраз түсіп кетті. Содан кейін фильмін көрді, одан кейін барып қайтадан оқыды. Ол кезде андай түнімен ұйықтамай оқыған күндер болды. Мысалы, менің балам айтады да, кітабын оқып алып, фильмін көргеннен кейін айтады, мама фильмде көп кітапта шығатын үзінділер жоқ екен дейді. Фильм толық емес. Көбірек анандай кең көлемде жеткізетін, менің ұлым да солай дейді. Кітап әлде қайда кең көлемде жеткізеді, мына жерінде қысқартылған, мына жерде сондай деп айтыр, өзінің несін пікірлерін айтып жатыр. Солай негізі. Жалпы енді кітап, балаларға кітап оқытатын ана ретінде өзіңіз
оқырмандарға, балаларына кітап оқыту үрдісін қалай, әдістерін қалай қолданғанын құптайсыз және қалай оқытасыз балаларыңызға? Үйдеріңіздің ішінде кітап көп болсын. Біріншіде әрине үлгіні өзіңіз бересіз. Өзіңіз кітапты жақсы көруіңіз керек. Уақытыңыз шыққан кезде сол мен біресе телефон ұстаймын, біресе кітап ұстаймын. Қазір заманауи өмір сондай болып кетті ғой. Дегенмен кітапты бірге оқып, кішкентай кезінен бастап балаға кітап оқып беру керек. Ол оқып шыдамаса да, сол суреттеріне қарап, жаңағы қомағай жұлдызқұрт арқылы, мысалы, ой, міне келе жатып қарашы, міне қомағай жұлдызқұрт, міне бір алма жеді, мысалы, дүйсенбіде деп, одан кейін сандарын санап, соны қайталап айта берген сайын бала оны қайта тыңдағысы келеді. Өйткені ол анасымен не әкесімен бірге сондай интимет уақыт дейді ғой, өздері екі ара жақын сондай әдемі жылы сондай бірге уақыттарын өткізеді. Содан мысалы мамасы да кайф алу керек, баласы да кайф алу керек. Өйткені кітаппен мынандай позитивный сондай ассоциация болу керек та. Содан кейін кітап барлық жерде тұрсын деп айтамын. Мен тіпті айтамын, кітап дәретхананың өзінде тұрсын деймін. Иә? Сонда бала қызығады. Үлкен адам да қызығады, бала да қызығады. Сол кітап туралы кеңесу керек. Асханада болу керек кітап, мысалы, иә? Рецепттерге тола, не басқа да. Сол шашылсын, жерде жатсын, тұрсын, жинап қоясыз, қайтан шашылсын, суреттердің иллюстрациясын бірге көріңіздер. Одан кейін біраз үлкейгеннен кейін баламен бірге оқыңыздар. Егер оқи алмай жатса, мысалы, бір тарауын кәне мен оқып берейін, сен келесі тарауын сен оқы дейсің. Не бір бетін мен оқып берейін, сен оқы деген сияқты. Содан кейін сөйтіп қызықтырып бірге талпынса, ол бала жақсы көріп кетеді. Екіншіде әрине сондай балаға жеңіл кітаптар болу керек та. Әрине Harry Potter ондай жеңіл кітап емес, бірақ қызықты кітап, шынымен де. Біз тағы бір жақсы кітап аударғанбыз, соны кетпін айтқанда, Тентек балақайдың күнделігі деген. Ол The Diary of Wimpy деген. Қазір 2-ші класста біздің балаларымыз, ұлым бар 2-ші класста Ensar. Соның мектеп программасында осы кітапты оқытылды. Ол енді комикстер мынандай өте қызықты, ішінде талай тентектік, бұзықтық шығып жатады, боқ сөздер де бар ішінде. Ол қайтеткен кезде шынайда сондай күлкілі. Содан кейін әгіні бала жеңіл болғаннан кейін ұл балалар әсіресе олар оққысы келмейді, кейбір ұлдар жалқаурайды, қашады деген сияқты. Олар бірақ ана комиксті көрген кезде оққысы келеді. Содан кейін не болды? Ал келесі беті. Өйткені өте көп сөйлемдер жоқ, бірақ мынандай дискуссия жүріп жатады да балалардың арасында. Соны оқыған кезде баланың мынандай оқуға ынтасы артылып, сондай нетеді. Кітаппен дос болғысы келетін сондай мүмкіндік береді. Соны аударғам сен бұйырса, ол болғанда бір кітаптың ішінде 2 кітап бар шықты. Бірі қазақша, біріншісі аудармасы, екіншісі оригинал ағылшын нұсқасы шықты. Сол бір кітаптың ішінде. Сол балалар қазақшасында оқып жырғауға болады, одан кейін ағылшыншасын оқып, ағылшын тілін мысалы көтеріп алуға болады, жақсартып. Менің де өзімнің кітап оқыту үрдісім жалпы ана ретінде күнде жаңағы пландап қоямыз да, мысалы кешкі тамақтан кейін, осындай уақыттан кейін 30 минут кітап оқитын, отбасымызбен кітап оқитын уақыт деп. Енді оның сыртында жаңағы бала кітаптың қызығушылығына түсіп кетіп, ары қарай жалғастырғысы келеді ғой. Жеміс жейтін уақыт, одан кейін қайтадан балаларды ерте жатуға нетем да, 8-9-дан кейін, 8:30-нан көп кешіктірмей жатқызам. Сол кезде ұйқысы келмеген кезде мен айтам, кітап оқып жат. Ұйқың келмесе, біраз кітап оқуыңа болады. Содан кітапты бала енді кейде ұйқысы келмеген кезде төсегінің айналасында кітап болғанда өте жақсы болады екен. Кітап оқуына үлкен сүйіспеншілігінің артуына тағы бір мүмкіндік сол айтыватынын байқадым. Мына жерде жаңа көріп отқан көрермендерімізден де сұрақ келіп жатыр екен. Соған жауап бере кетейік. Мына кітаптарды қайдан алуға болады деген сұрақтар бар екен, оны жаңа алдында айтып кеттіңіз. Электронды кітаптарға қалай қарайсыз дейді.
электрондық кітаптарға жақсы қарамаймын. Өйткені бұл біз кітап шығару үшін қаншама еңбек шығарамыз. Мысалы, кітаптың біріншіде авторский праводан рұқсатын аламыз. Оның үстінде жаңағы иллюстрацияларына рұқсат аламыз. Оларда авторлық праволар бар. Сосын аудармашыларымыз, редактурамыз, баспаның ісі деген сияқты. Соның бәрін мысалы, өздер электрондық форматта біз шығарсақ, кейін оны алып алады бір 500 теңгеге сатам деп қоя салады біреу. Өйтуге болмайды, ол пиратство кәдімгі. Тегін кітап деген еш уақытта болмайды. Адамның еңбегін бағалау керек біріншіден. Сондықтан мынандай электронды вариантты кітаптарды әзірге еш шығармаймыз. Кейінгі сұрақ, сәлеметсіздер ме? Харри Поттер кітаптарын мемлекеттік кітапханалар алуды жоспарлап жатыр ма екен дейді. Бірнеше кітапханалар облыстық кітапханалар алған, тағы басқа облыстық кітапханалар алатын шығар деп үміттеніп отырмыз, бұйырса. Жақсы, сіздің жалпы осы кітап баспа саласындағы осы кедергілер, қазақ тіліндегі кітаптарды, баспадағы жұмыстарыңыздың барысындағы кедергілер мен қуанышты жағдайлар жайында бөлісіп өтсеңіз. Кедергі дейтіндей көп кедергі болған жоқ, бірақ маған өте мынандай қызықты оқиға, ол енді 1 жыл бұрын ғой. Осы Харри Поттерді алғаш шығарайық деп жатқан кезде көп оқырман, көп жастар, үлкендер де бар. Неге Харри деп жазасыздар, ол неге Гарри Поттер емес деп. Сондай көп, қазірге дейін ондай комментарийлер өте көп. Бірақ сол үйренбей кеткен, бір кішкентай неден вакуумнан шықпай қалған, мысалы, ол ағылшын тілінде оригиналда қалай жазылуға тиісті, онысын да білмейді. Бәрі сол тек қана орыс аудармамен шектеліп қалған. Соны ғана айта береді да, бәрібір мейлі дейді, ағылшынша Харри Поттер болса да, лучше, все-таки лучше звучит как Гарри дейді да, мысалы, Гарри деп айтқан жақсы естіледі, бізге жағынды дейді да, бізге сол ұнайды. Үйреніп қалған ғой. Гарри бір түрлі сияқты. Сосын көп адамдардан мынандай претензия келді. Ой, мынау қазақша шықса, все-таки мынау жаман шығар деген. Бұл сапасыз, ой, вообще, сол ана қазақ әріптерін қолданғансыңдар ма, фу дегендей, бір сондай төмен көретін андай, сондай бір тәрбиесіздік, сондай көп байқадым да, қазақ елінде тұрып, қалайша, қандай адам қазақ елінде тұрып, қазақтың әрпін осылай төмен санап, қандай дәті бар деген ғой енді, как он смеет. Немістер болсыншы көп шығады. Сол өзің басқа баратын жеріңе кет, бай-бай дейді, ауфидерсен дейді. Бізді қазақтар не деген шыдамдымыз, не деген ақ көңілбіз, не деген қонақ жайлымыз. Жіберіп алған сияқтымыз, өйткені жаңағы кітаптарды біз алып әкеп өкінген кездеріміз болды да, ана кітаптардың сапасына, ана кітаптардың жаңағы мәтіндерін көрген кезде сондай бір өкінішті кездер болды. Тіпті оқып жатып, өзім ұялғаннан өзім фантазиямды қосып оқып кететін едім. Өз фантазиямен айтып кететін едім да, бала қарай не болды ана, не болды деген кезде. Сондықтан мүмкін де оның да бір әсері бар шығар. Ондай стереотиптер бар ғой, бірақ шынымен, бірақ көбін байқасаңыз, олар қазақша оқымайтын оқырмандар. Ең қызығы. Олар орыс тілді. Сол орыс тілді оқырман кәдімгі былай төмен қараған кезде қазақтарға, қандай бір қазақтардың жасаған ісіне болсын, мен тіпті сондай бір жақсы емес сезімдер болды. Бірақ Құдайға шүкір 1 жылдың ішінде көптеген оқырманның көзқарасын өзгерттік.
Ол қалай деген кезде енді Европа стандарты, шетелдің мысалы әлемдік стандарт пен қазақ екеуі қазақша шығатын, мысалы қазақи қазақ тілде болсын, қазақтардың жасаған болсын, Европамен тең болып шыдаймыз дегенді көрсеттік. Керемет. Сіздерден басқа осындай баспа, жалпы шетелдік баспалармен айланып жүрген қазақ тілді баспалар бар ма? Бар. 100 кітап деген бір недер көріп жатырмын, жобаларды көрдім. Мұқан Мырзаның Мазмұндама деген баспасы бар. Ол кісі жақсы кітаптарды уже аударды. Дейл Карнегидің кітаптарының сериясы 2 кітабы шықты. Сосын Фолиант баспасы бар. Тағы аударма, жақсы аударма кітаптарын шығарады. Әрине, 100 оқулық деген ұлттық аударма бюросының ол үлкен ірі жоба. Ол енді академический тексттерді сол жоба аударды. Керемет. Ол енді деңгейі бөлек. Біз енді академический текстке түсе алмаймыз. Өте ауыр, өте қымбат жоба. Бірақ сол жобаны енді машалла өте жақсы жасап шықты. Соны енді керемет, өйткені қазір енді студенттер енді сол кітаптардың бәрін мысалы қазір онлайн тегін оқуға болады. Өйткені ол мемлекеттің жоба болғандықтан. Мысалы кітапханаға барып оқимын десе, ол кітаптардың бәрі бар. Керемет. Ол енді гуманитария саласында тамаша кітаптар да бар. Керемет кітаптар. Мен енді өзім ол кітаптарды оқып шыққанмын. Студент кезімде, сондықтан оларды жақсы білемін. Сапасы қандай мықты кітаптар деген. Қазақша аудармасында оқыдым. Жаман емес, шынымен де жақсы. Мен мысалы Қазақстанда оқыдым, университет Қазақстанда оқыған едім, алғашқы бакалавр. Сол кезде жаңағы академиялық деңгейдегі кітаптар жоқ еді, барлары да орыс тілінде еді. Сондай бір сол көп жылдарға дейін жалғасты сол. Енді соңғы жылдары бұны қолға алып жатқаны жаңағы сіздің өкінішке орай деп айтып отқан осы орыс тілге деген жаңағы қазақ тіліне деген бір құрметсіздіктің сол себептерінің бірі де сол болуы мүмкін. Жаңағы академиялық деңгейдегі университеттерде кітаптардың болмауы, яғни бұл идеологияның да бір көрінісі сияқты адамдар арасындағы осындай екі түрлі пікірлердің тууы. Тіл деген ол жаңағы рух қой. Біз мысалы шетелде тұрып, мысалы осы елдің тілінде сөйлесек те, рухымызды жаңағы жандандыру үшін, осыны жаңағы үнемі сақтап тұру үшін біз өзіміздің ана тілімізде үлкен рөл атқарады. Сондықтан жаңағы бұндай үлкен жобалардың болып жатқаны, жалпы қазақ басылымдарының келіп жатқаны соңғы жылдар бұл енді менің естуіммен, енді алғашқы жыл жаңағы мен Қазақстанда тұрып жатқан кездерде осындай қазақ басылымдар бар еді, бірақ бардың айналасында ғана еді. Өйткені сұраныс та жоқ еді оған, қызығушылық та жоқ еді. Осыны жаңағы іске асырып ары қарай дамыту саласында осыны үлкен бір кедергілер бар еді. Сондықтан соңғы жылдары біз енді ақпараттан қарап жатамыз ғой енді. Сол кезде осындай бір қазақ тіліндегі оқырмандардың көбейгені, қазақ тіліне деген жанашырлықтың көбейгені біз үшін де үлкен қуаныш. Рахмет сіздің бүгінгі біздің жобамызға қатысып, осындай өзіңіздің ой пікіріңізді, тәжірибеңізді бөліскеніңізге. Рахмет. Сол енді біз енді бәріміз диаспора ретінде үнемі тілімізді, ортамызды, дәстүр, мәдениет болсын, ән күй болсын, бәрін сағынып жүретіндіктен сол білмеймін, осылай енді жоба бастап жүріп кеттік, енді бұйырса жалғастырамыз. Тағы да жақсы жоспарларымыз бар. Барлықтарыңыз енді қолдаңыздар. Қолдау деген ол барып дүкенге барып шамадарыңыз келсе, бір кітап болсын, 2 кітап болсын, кітап сатып алыңыздар. Балаларыңызды қуантыңыздар. Бұл енді шынымен де құнсыз дүниеде. Қанша енді 3,000-4,000 теңгеге сатып алсаңыз да, кейінгі ұрпаққа жалғасып қалатын бір мұра болады. Сондықтан
Біз енді шетелде көп андай шетелдік кітаптарды оқыған кезде қызығып сондай ұнаған кітаптарды айтамыз да, осыны аударсақ деп енді жас кезімізде көбірек солай айтатын едік та. Содан кейін андай күнделікті тірліктен, күнделікті өзіміздің осы жақтағы өмірімізге байланысты сондай мүмкіндіктер болмай қалып жататын еді. Жолдасым да мен де айтып қоямыз да, бізде сондай бір кездер болып еді ғой деп. Сонда енді сіздің бұлай енді осыны жаңағы қорықпай дейміз ба, андай жігерленіп жаңағы адамды атып кетуіңіздің өзі бір үлкен жетістік. Иә, көп адам айтқан, сен мына жындысың. Қалай болады, кім оқиды деп. Бірақ ішімде сондай сенім болды, неге оқымайды деп. Құдайға шүкір, тәуба оқырмандар оқып жатыр. Оқырмандардың пікірі сондай шынайы жақсы болып жатқан кезде кәдімгі бізге жігер беріп, ал енді келесі кітап деп енді Harry Potter'ның 4-ші кітабын әзірлеп жатырмыз. Ол енді 500-ден астам бет болып жатыр. Өте үлкен. Сондықтан жылдам жасайық десек, жылдам жасауға келмейді екен. Өйткені халтура болып кетеді екен. Сондықтан әр нәрсе сапалы шығу үшін өзінің уақытын талап етеді. Сондықтан оқырмандарымызға сәл күтіңіздер. Жаңа жылдан кейін тағы талай жақсы сюрприздеріміз бар, кітаптарымыз бар. Қолдаңыздар. Алдағы жоспарларыңыз жайында қысқаша айтып өтсеңіз енді. Енді қаңтарда бұйырса Матильда деген Руалд Далдың тағы бір керемет туындысы бар. Фильмінде көрген шығарсыздар. Кітабы да керемет, аудармасы тамаша. Біздің аудармашы Өрел апай аударған осы кітапты. Сол кітап шығады бұйырса. Тағы бір керемет кітабымыз бар, ол Ғажайып деген кітап. Ағылшыншасы Wonder. R.J. Palaciоның. Керемет, оны оқыған адам шынымен де жылап шығады. Сондай керемет әсер беретін сондай кітап. Одан кейін әрине Harry Potter мен 30 сауыт 4-ші сериясы шығады. Бұйырса. Аман болады бәрімізге, Назгүл ханымға, біздің жобадағы қыз жігіттерге бәріне Аллам күш қуат берсін. Содан кейін соны біте сала келесі кітапқа кіре береміз. Сіздерге үлкен сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Танысқаныма қуаныштымын онлайн. Кейін офлайн реті келген кезде жақсы танысамыз ғой. Қуаныштым мен де. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Енді қазақ тілінің жалпы рухын асқақтату үшін әркім әртүрлі жағымен күресіп жүрсе, осы күрестің енді бір жаңағы бұрышындағы туын көтеріп жүрген осы қазақ тілі баспа деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге де үлкен сәттілік тілейміз. Сіздердің істеріңіз ілгерілей берсін. Бұл кітаптар бүгінмен ғана шектелетін нәрсе емес, ұрпақтан ұрпаққа жететін нәрсе. Сондықтан сапасы да маңызды оның санынан гөрі. Оның жаңағы істелген жауапкершілігі де маңызды. Сондықтан сіздерге әр жағынан да сәттілік болсын. Сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыз.